Біз жиі зоб деген диагнозды естиміз, бірақ соның нақты не екенін толық анықтайық. Зоб дегеніміз қалқанша безінің көлемінің ұлғаюы. Ондай зоб деген жеке ауру жоқ. Ол тек қалқанша безінің белгілі бір себептерден, белгілі бір аурулардың әсерінен көлемі ұлғайып кетуін көрсететін термин. Зоб деген атау қайдан шыққан? Құстардың мойнында жем жинайтын бүлкілдек қалташасы болады. Оны зоб деп атайды. Ол оның мойнының айналасында домаланып шығып көрініп тұрады. Сол үшін де бізде де қалқанша бездің ұлғаюын зоб деп аталып кеткен. Ал қалыпты жағдайда қалқанша безі көзге көрінбейді. Қалқанша бездің ұлғаюын УЗИ арқылы анықтаймыз. Егер УЗИде зоб әйел адамдарда 18 милден артық болса, ал ер адамдарда 25 милден артық болса, онда қалқанша бездің ұлғаюы байқалады. Зоб сипаты бойынша бірнеше түрлерге бөлінеді. Бірінші диффузды зоб. Бұл кезде қалқанша безі толық жалпылай ұлғаяды. Екінші түйінді зоб. Егер бұл жерде без пайда болған түйіннің есебінен ұлғайса. Одан кейін көп түйінді зоб. Бұл кезде без бірнеше үлкен түйіндердің есебінен ұлғайған болса, осылай бөлінеді. Енді мән беріп тыңдайық. Қалқанша бездің ұлғаюы, яғни зоб, қандай ауруларда кездеседі? Ең бірінші, 90% жағдайда диффузды токсикалық емес зоб кездеседі. Бұл йод жеткіліксіздік зоб. Бұған эндемиялық зоб жатады, яғни белгілі бір елді мекендегі йодтың суда, ауада, топырақта жетіспеушілігі. Мұнда қалқанша бездің гормондары нормада болады. Екінші ол диффузды спорадиялық зоб. Бұл организмнің генетикалық бейімділігіне байланысты қалқанша безінің ұлғайып тұруы. Тұқым қуалауы мүмкін. Мұнда организмде йод жеткілікті, гормондар да нормада болады. Бұл патология емес. Келесі тиреотоксикоз. Оның бірнеше атауы бар. Гипертиреоз, Грейвс ауруы, Барретов ауруы, диффузды токсикалық зоб. Мұнда без біркелкі ұлғаяды, гормондар жоғарылайды, бұл тұқым қуалайды. Ескерту, кейбір жағдайда осы ауру кезінде без ұлғаймауы да мүмкін. Одан кейінгі зобқа, яғни қалқанша безінің ұлғаюына әкелетін ауру ол созылмалы аутоиммунды тиреоидит, немесе Хашимото ауруы деп аталады. Бұл тұқым қуалайды, бұл кезде гормондар төмендеп кетеді, ақырында гипотиреозға әкеледі. Гипотиреоз бұл көбінесе аутоиммунды тиреоидит әсерінен дамитын, қалқанша безі функциясы, яғни қызметі төмендеуімен жүретін ауру. Йод тапшылығы да осы гипотиреоз шақыруы мүмкін, яғни гормондар төмендейді. Түйінді, көп түйінді зоб кезінде қалқанша безінде диаметрі 1 сантиметрден артық түйіннің пайда болуы жатады. Бұл кезде гормондар нормада болуы мүмкін, немесе жоғары болуы да мүмкін. Енді қорытындылайтын болсақ, егер сізде қалқанша бездің көлемі ұлғайғанын байқасаңыз өзіңізде, онда осы айтылған аурулардың бәрін іздеу қажет. Тек менде зоб деп қана айтпай, оның ішінде қандай зоб, йод тапшылықты ма, тиреотоксикалық па, түйінді ма, соның бәрін анықтау керек. Сонымен зоб дегеніміз ол қалқанша безі көлемінің шамадан тыс ұлғайып кетуі. Ал бұл қалқанша бездің ұлғайып кетуіне әсер ететін бірнеше аурулар бар. Сол ауруларды анықтап, сол арқылы ем аламыз.